Достар, барлықтарыңызға сәлем. Let's Cook KZ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай әдемі, өте дәмді және пайдалы салат рецептін ұсынамын. Бұл салатты бір рет жеп көрсеңіздер, ғашық боласыздар. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен қайнатылып тазаланған қызылшаны неге осылайша орташа 4 бұрыш етіп турап аламыз. Туралған қызылшаны терең ыдысқа саламыз. Одан кейін алдын ала жуылып кептірілген қара өрікті дәл видеода көрсетілгендей турау керек. Қара өрікті де қызылшаның қасына қосамыз. Келесі алдын ала жуылып кептірілген жаңғақты да өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай тураймыз. Тым майдалаудың қажеті жоқ, әйтпесе салатқа араласқан кезде дәмі сезілмей қалуы мүмкін. Барлығын ыдысқа саламыз. Ендігі кезекте жуылып кептірілген қымыздық, яғни шәуел жапырақтарын ортасынан бөліп, бұны да салатқа қосамыз. Ал қазір салаттың үстінен зайтун майы мен лимон шырынын құйып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан соң міндетті түрде дәмін тексеріңіздер. Егер аз болса, тағы да қосыңыздар. Мен шамамен 3 ас қасық зайтун майы мен жарты лимонның шырынын қостым. Салатты бөлек тарелкаға салып, бетіне 4 бұрыш етіп туралған фитакс ірімшігін қойып шығамыз. Мінеки достар, осымен салат дайын. Бұл салатта бүкіл өнімдер бір-бірімен керемет үйлесіп, салатқа ерекше дәм береді. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Бұл салат кез келген дастарханның сәнін келтірері сөзсіз. Рецепт сіздерге ұнаған болса, лайк басып, құрбыларыңызбен бөлісіңіздер. Видеоны қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.